ислам бөтен болып, жат болып басталған бітер кезде бөтен болады дейді. Сен дұрыс намаз оқимын десең, шариғатпен жүрсең, сен бөтен бола бастайсың. Туба лил ғураба, жәннат солардікі дейді, сол бөтендердікі дейді. Сондықтан діннің өзінде қиындық жоқ, қиындық дінді түсінбеген адамнан болады екен. Енді Алла сақтасын, ерте ме кеш пе өмірден өтіп қалуымыз ол ешқандай таңғалатын нәрсе емес, және ол ақиқат нәрсе. Қанша өміріміз қалғаны Аллахқа ғана мәлім. Сондықтан аз ғана ғұмырымызды ертең Құдайдың алдына барған кезде өкінбейтіндей өмір сүргеніміз жақсы. Өйткені бәріміздің ең соңғы нәрсеміз қандай өмір сүрсек те, қалай өмір сүрсек те, қай жерде өмір сүрсек те, Құдайдың алдына қайту. Ясин сүресінде келген адамға иман келтірген не деген сөз айтты? Қарапайым сөз болды. Неге мен Аллахқа ғибадат жасамайын? Егер сол Алла мені жаратса, және бәріміз сол Аллаға қайтатын болсақ дейді да, болды. Жаратқан Құдай болса, қайтар жерім Құдай болатын болса, онда не көрініп дейді? Не нәрсе тосып тұр дейді. Аллахқа сансыз мақтаулар болсын. Бізге осы бір иман берген үшін айтып, өлгенше осы иман ажырамауын нәсіп етсін. Аллах тағала сансыз мақтаулар болсын бізге осы исламды берген үшін. Сол исламды бізге солай бір ең бір арманымызды жоғары етсін. Аллах тағала осы бір иманды, исламды, Құранға деген құрметті, сүннетке деген сүйіспеншілікті өзімізге, соның ішінде әкеміз бен шешемізге, соның ішінде әйтеуір бала шағаларымызға, әйелдерімізге, бауырларымызға, туыстарымызға, Аллах үшін жақсы көрген кісілердің баршасына нәсіп етсін. Амин. Аллах сөйтіп біздерді тозақтан сақтасын. Жәннат деген жайды нәсіп етсін. Субханакаллаху бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука. Амин. Алхамдулилlah. Аллах акбар. Алла сауап тағсын иншаллах. Қамал ету нәсіп етсін баршамызға.